Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы оқу жоспары, ұзақ мерзімді жоспар, орта мерзімді және қысқа мерзімді жоспар. Қазіргі таңда сабақтың өзгеше өтуі, яғни дәстүрлі емес сабақтың өтуі мұғалімнің жоспарды құруынан басталады. Жаңаша білім беру бағдарламасы маңызды 3 құжаттан тұрады. Оқу бағдарламасы, ұзақ мерзімді жоспар, орта мерзімді жоспар және қысқа мерзімді жоспар. Осы күнге дейін біздің жасап келгеніміз дәстүрлі оқу үрдісінде күнтізбелік тақырыптық жоспарымыз ұзақ мерзімді жоспар негізгі оқу мазмұнын қамтиды. Ұзақ мерзімді жоспар білім беру деңгейі бойынша барлық сыныптардағы пән тарауларын белгілеп, олардың жалпы ережелерін анықтайды. Яғни ұзақ мерзімді жоспар бұл оқу бағдарламасының жалғасы. Онда пәннің негізгі мазмұны нақтыланады. Ал енді осы ұзақ мерзімді оқу бағдарламасын сыныпқа тән 7 модульді ықпалдастыра тізбектелген сабақтар топтамасына айналдырсақ, ол орта мерзімді сабақ жоспары болып табылады. Орта мерзімді сабақ жоспар ол белгілі тақырыпқа сай тізбектелген сабақтар жоспары. Яғни сол тақырыпқа тән бөлінген сағаттардың жұмыс сызбасы. Бұл жоспарды мұғалім жеке сынып үшін пайдаланады. Орта мерзімді жоспарды жоспарлағанда біз мына нәрселерді баса ескеріп және соған көп көңіл бөліп назарға алуымыз керек. Біріншіден, жұмыс кезеңдері дәйекті болуы керек. 7 модуль ықпалдастыра құрылуы керек. Әр сабақ үшін оқу мен оқыту мақсаты анықталу керек. Оқыту және оқу нәтижесі айқындалу керек. Сабақтың әр кезеңінде алға ілгерілеу жоспарлануы қажет. Бұл барлық оқушыларды жүзеге асуы, оқушыларды түгел қамтитындай болу керек. Яғни бұл айтып отырғанымыз, бұл орта мерзімді сабақтың жоспарының артықшылығын да білдіреді. Оқудың әрбір кезеңінен басынан бастап соңына дейін алға ілгерілеуді қамтамасыз ету қысқа мерзімді жоспарда жоспарланады. Қысқа мерзімді жоспар орта мерзімді жоспардың құрамындағы бір тақырыпқа байланысты оқушыға арнап құрылған сабақ жоспарының формасы немесе үлгісі. Яғни қысқа мерзімді жоспар жеке дербес сабақ жоспары болып табылады. Яғни тағы да нақты айтатын болсақ, бұл дәстүрлі оқу үрдісіндегі күнделікті сабақ жоспары. Қысқа мерзімді жоспарлауға барлық педагогтарды қамтуға болады. Жоспарды құрып отырғанда мұғалім алдында төмендегі ең басты сұрақтарға жауап беру керек. Яғни оқушылар нені білуі керек, қандай түйінді идеяларды түсіну керек, қандай мәселелерді зерттеп талдаулары керек. Яғни оқытушы, мұғалім қысқа мерзімді сабақ жоспарын құрғанда осы 3 критерийді негізге алып құрастыруы қажет. Ал қысқа мерзімді сабақ жоспарын құрудың негізгі міндеттеріне келсек, ол сабақтың тақырыбын анықтау, әр тақырыпты меңгертудің сабақ мақсаттары мен міндеттерін белгілеу. Бағдарламада оқу мақсаттары 4 саннан тұратын кодтық белгімен белгіленеді. Кодтың бірінші саны сынып, екінші, үшінші саны сөйлеу әрекетін, төртінші саны нөмірін көрсетеді. 4 дағдыны қалыптастыру үшін ұсынылатын оқу материалдары мен ресурстарды оқушылардың жас ерекшелігіне қарай іріктеп алу. Уақытты үнемді, нәтижелі пайдаланудың жолдарын қарастыру. Жаңа тақырыпты қаншалықты меңгерген анықтау үшін рефлексия ұйымдастыру. Сабақтың мазмұны бойынша қорытынды жасау. Оқушыларға өзін-өзін тексеруге, бағалауға арналған сұрақтар мен тапсырмалар дайындау. Тақырыпты пысықтау үшін үй тапсырмасын әзірлеу. Міне сабақтың жоспары осы сұрақтарға жауап беретіндей етіп, және сабақ құрудың жоғарыдағы міндеттерін, жаңа атап отырған міндеттеріміз ескере отырып жасалса, сабақ өз нәтижесіне жетеді. Енді бұл жерде бағалау критерийлері, дескрипторлар осы қысқа мерзімді жоспардың ішінің бір құрылымы болады. Ал нәтиже оқушыға бағытталу керек.
белгілі бір бағытты сипаттайтын етістіктер арқылы құрылуы керек, оқушының жас ерекшелігі мен оқу үлгеріміне сай болуы қажет. Сонымен қысқа мерзімді жоспар мұғалімге емес, оқушының нақты әрекетіне бағытталады. Қысқа мерзімді жоспардың нақты қатып қалған қағидасы жоқ, ол мұғалімнің шығармашылығының жемісі десе де болады. Жоспардың әр бөліміне мұғалім кері байланыс орната білуі керек. Осы жағдайда сабақ барысында өздігінен реттелген оқу жүзеге асады. Өздігінен реттелген оқу негізгі 3 элементтен тұрады. Бірінші, тапсырма мен жұмыс барысында өздігінен бағыттаушылығы. Екінші, оқушының проблемалар мен мақсаттарды өздігінен анықтауы. Үшінші, проблеманы шешу мен мақсатқа жету үшін әдіс-тәсілдерді өздігінен таңдауы. Ал сабақ барысында қолданылатын педагогикалық әдіс-тәсілдерге келсек, оқушының қателесін табу үшін емес, қайта қателерін түзетіп оқыту үшін. Оқушының жеке өзінің мүмкіндіктерін ескерту, оқушыларға дебат тақырыбын таңдауға, зерттеуге, жақтаушы, даттаушы топтарын құруға мүмкіндік беру, дәлелдер мен айғақтарды қолдана білу дағдыларын қалыптастыру, өз ойын жеткізуге, таңдауға, келісімге келуге, өнім жасауға мүмкіндік беру, тапсырмалар беріп оқушыларды өз бетімен меңгеруге талпындыру қажет. Жаңаша оқытудағы оқу үрдісінде мұғалім емес, оқушы неғұрлым белсенді болады. Мұғалім оқу материалын дайын күйінде бермейді, ашық сұрақ қою, назарын шоғырландырып оқу, шолу жасау, тәжірибе және зерттеу жасауға бағыттап отырса, сабақ жемісті болады. Осындай жемісті сабақтың әр кезеңінде белгілі бір оқыту мақсатын қоя отырып, мұғалім оқушыларға мақсатқа жетуге, мәселені анықтауға, жауаптарды іздеуге, мәселені талқылауға, қорытынды жасай отырып, өз ойын білдіруге үйрете отырып, ашық қоғамның бәсекеге қабілетті қызметін азамат етіп тәрбиелейді.